Қайырлы күн, құрметті оқушылар, әдебиет әлеміне қош келдіңіздер. Күндеріңізге сәттілік тілей отырып, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Құрметті шәкірт, бүгінгі сабақта толғауы 90 қызыл тіл атты үлкен тарауды бастаймыз. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең, өзің біл деп ұлы ақын Абай Құнанбайұлы айтпақшы, көркем сөзбен бәрінді жеткізуге болады. Мұңыңды да, сырыңды да, қуанышың мен қайғыңды да. Балалар, бүгінгі сабақта Зарзаман ақындарының бірі әрі бірегейі Шортанбай Қанайұлының өміріне тоқталамыз. Зарзаман ақындары қазақ әдебиетіне ғалым әрі жазушы Мұхтар Әуезов енгізген ұғым. Қазақтың заңғар жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов Зарзаман ақындарын Абылай хан тұсынан бастап, Абайға дейін 100 жылға жалғастырып, Нарманбет ақынмен аяқтайды. Олар Зарзаман кезінде ғұмыр кешіп, отарлық езгідегі халықтың жай күйін, ішкі мұңы мен зарын жырлаған ақындар шоғыры. Зарзаман ақындары шоғырының өкілдері ретінде Дулат Бабатайұлын, Шортанбай Қанайұлын, Мұрат Мөңкеұлын және тағы да басқа ақындарды жатқыза аламыз. Зарзаман ақындары халықтың жай күйін ойлаған қоғам қайраткерлері болды. Зарзаман ақындарының шығармалары ұлттық салт дәстүріміз бен әдет ғұрпымызды қаймағы бұзылмаған күйінде сақтауға, ұлттық болмысымыздан ажырамай дәл сол қалпында күн кешуге, оны сақтауға көмектесті және атсалысты. Олардың шығармаларында Ресей империясының елге көрсеткен озбырлығы мен олардың сұрқия саясаты ашық бейнеленді. Осылайша Зарзаман ақындары қазақ әдебиетіне жаңа сарын алып келді. Шортанбай Қанайұлы 19 ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихында елеулі орын алатын дарынды ақын. Туған елінің тағдырын болжап, елінің болашағы үшін қатты алаңдайды. Шортанбай Қанайұлы 1818 жылы Түркістан ауданы Қаратау Қарназ деген өңірде дүниеге келген. Шортанбай Қанайұлының отбасы 1835 жылдардың шамасында, оның 17 жасында Сарыарқаға қоныс аударады. Арқа жұртына келген соң Шортанбай өзінің сөз сөйлер шешендігімен, хат тани білетін зеректігімен елге сіңісіп кетеді. Жастайынан мұсылманша оқып, замандастары қатарлы білім алады. Шортанбай сол кезде өзі өскен Түркістан өлкесімен қатар Самарқанд, Бұқара шаһарларының мәдениетін де меңгеріп, мұсылмандық ілімін ишандыққа дейін жеткізеді. Ол өз заманының жалынды ақыны, ақылгөй жырау шешені болған. Шортанбай ақындығының дәуірлеген тұсы қазақ елі дағдарысқа ұшырап, қатты қиын кезеңімен тұспа-тұс келді. Ел қадірлеген ақын 1881 жылы дүниеден өтеді. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Бүгінгі сабақта Зарзаман ақындарының көрнекті өкілі Шортанбай Қанайұлының өмірімен таныс болдыңдар. Ақын өмірбаянын міндетті түрде оқып алуды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.